Тумай тұрып өлімге кесілгендер. Бірінші бөлім. 91 жылдың қысы. Менің үлкен нағашы ағамның есігінің алдына қою жасыл түсті машина келіп тоқтады. Сол кездің көзімен қарағанда бұл жақсылықтың нышаны емес. Көліктен бір қазақ, бір Қытай екі әйел түсті. Қыстық демалысымды нағашы ауылда өткізетін мен бұл кезде қора маңындағы алаңқайда балалармен асық ойнап жүрген едім. Балалардың ересектеуі маған қарап иек қақты. Үйіңе барсаңшы, біреулер келді. Терезенің жарымы кеше жауған қалың қармен қымтаулы жер тамның есігін қорқақтай аштым. Басына қызыл шәлі бүркеген жеңгем бұрыштағы пестің аузында сықсыңдап жылап отыр. Нағашым үйдің екінші бұрышындағы жинаулы жүкке арқасын беріп, иегін көкке көтере төбедегі самырсын сырғауылдарға қадалып қалыпты. Ана екі әйелдің Қытайы ауыз жаппай сампылдап сөйлеп жатыр. Жалт-жұлт еткен көзілдірігінің ар жағындағы қоңыр қой көздері оны өз ұлтынан әнтек оқшаулап көрсеткендей. Оның сөзін аударып тұрған сарыгідір қазақ әйелі жеңгеме аналық ақылын беріп жатқандай, аса бір жылылықпен бияздап жеткізіп жатыр. Үкіметтің саясаты деген бар. Бала туу көрсеткішін шектеу туралы арнайы заңда қабылданып қойды. Қарағым-ай, сақтануың керек еді ғой. Үкімет бар жағдайыңды жасап отыр ғой. Туытқа қарсы тегіннен тегін дорба-дорба дәрі-дәрмек таратты. Анау бәлесін де берді. Сақина салдырып алсаң қайтер еді. Әй, жастар, жастар, деп бір тоқтады. Бала неше айлық? 7 ай. Тұңғышың нешеде? Келесі айда жасқа толады. Міне, көрдіңдер ме? Баланың арасы 2 жылға толмайды. 1 жыл шыдасаңдар алуға болатын еді ғой. Демек құрсақтағы бала заңсыз деген сөз. Сонша уақыт ішіңді буып, жасырып жүргенің неткенің, а? Мейлі, байқамай қалдың басында. 1-2 айлығында көзін құрту жеңіл болар еді ғой, қарағым. Жеңгем булығып, даусын көтеріп жылай бастады. Қытай әйелі ас үйдің бір шетінде отырып алып, әлде бір қағаздардан бас алмай жазып жатыр. Арагідік қазақ әйелінен жүктілік мерзімі, аты жөні сияқты бірдеңелерді сұрап қояды. Тәте, деді нағашым. Ау, енді не қыл дейсіздер? Қазақ әйелі таңдайын тақ еткізді. Түсік жасалады. 7 айлық нәрестеге ме? 8 айында да дәл солай жасалады. Бұл адам өлтіру ғой, тәте. Егер заңға томпақ келсе, әлі жер баспаған шарана болса да ма? Ұлым, сен әлі түсінбей отырсың. Баласы заңды белінен басып туылды делік. Ол балаға арнап қомақты айыппұл салынады. Бар малымды, басымдағы панамды сатсам да төлеймін. Оған шүбәм жоқ. Бірақ ол заңсыз балаға ешқандай құжат берілмейді. Оны ешбір оқу орны да қабылдамайды. Ол жер басып жүргенімен адам санатына кірмейді. Сөйтіп ол өзінің жарық дүние есігін ашқан күніне мәңгі қарғыс айтып өтетін болады. Саған да. Келін, тез киін. Күн кешкірмей тұрып, аудан орталығына жетуіміз керек. Келісіп қойғанбыз. Жана емеш қайда бармайды. Онда сақшыларға хабар саламыз. Мәжбүрді түрде баратын болады. Ерегес соңы айғайға көшті. Бүкіл диалогтың басынан босағада тұрған мен ұтқып тысқа шықтым. Машинадағы жүргізуші жігіт үйге жүгіріп кірді. Шай қайнатым уақыттан кейін жеңгемді киіндіріп, қолтықтап алған нағашым соңынан бір еркек, екі әйел үздік-создық үйден шықты. Нағашым есікті көтере жапты да, көрші үйге бас сұғып, қорадағы малын аманаттап шықты. Бұл кезде жеңіл киінген Қытай әйелі қолын екі жеңіне құлшынып, машинаға жүгіріп кіріп кеткен. Ал қазақ әйелі Алтайдың бөрі бораны тапалаған үйінді қардың үстінде лоқсып, жап-жасыл запыран құсып отырған жеңгемнің арқасын қағып тұрған еді. Ағам маған қарап, сен де жүр деді. Бала қалсын. Заңды балаға қайдан болсын орын бар ғой, барсын. Мейлі. Ал тұңғышың қайда?
әжесінің қолында. Біз кристалдай жалшылт етіп көз қарлықтыратын Қарлытау жолымен аудан орталығына тартып кеттік. Көлік үшін өлік күзеткендей үнсіздік жайлады. Жүргізуші жігіт таспадан ән қойып еді, қазақ әйел өшіріп тастады. Жеңгем жылап-жылап сілесі құрған сынды. Нағашыма басын сүйеп, екі қолымен кіндік тұсын жаба қымти ұстап алыпты. Қытай әйел үнсіз жолға телміріп келеді. Оның қоңырқай көздерінен бір нәрсе оқып білу мүмкін емес сынды. Тек ара-арасында жолдан тайып кеткен көлік доңғалақтарының әлде бұлаң пұшпағы көп тау жолдарынан боқтаған жүргізушінің дауысы ғана өлеңсіздікті бұзып келеді. Біз аудан орталығына келгенде қарға адым қаңтар күні еңкейіп қалған еді. Емхана дегені ұзын дәліздің өзі аспа уколы ілінген темір ілікшектерін сүйретіп жүрген адамға толы сұрқай жер болып шықты. Біз дәліздің соңын ала шынтақ айналма жасап, 3 адамдық төсек қойылған шағын бөлмеге тірелдік. Сенде сыртта күтіңдер, деді бізді күтіп алған ақшаң жүзді арықша келген жас Қытай қызы. Қанша күтеміз? 4 сағат, немесе одан да көбірек болуы мүмкін. Осы сәт жеңгемнің нағашыма қараған жүзі жүрегімді шаншудай түйреп өтті. Жеңгем палатаға келгесін біз далаға шықтық. Тысқа шыққасын нағашым еңкейіп, шекердей саудырлаған қарды қос қолдап жентектеді. Сосын ағаш басында қарқылдап отырған қарғаларды көздеп лақтырып қалды. Ойда жоқ, соққыдан абдырап қалған қарғалар барқ етіп аспанға көтерілді. Жалғасы бар.